Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен бірге ChatGPT приложениесі арқылы эссе, шығарма немесе басқа дүниелерді жазып үйренетін боламыз. Ендеше видеоны соңына дейін көріңіздер. Міне ол үшін біз Google немесе Chromeға кез келген интернетке кіріп ChatGPT деп жазамыз. Сол кезде осылай кіріледі. Мен ол үшін арнайы кіріп сіздерге көрсетіп жатырмын. Міне тақырыпты мен ұстаз 250 сөз деп жаздым. Маған бұл приложение барлығын жазып беріп жатыр. Және бұл рас па өтірік пе оны толық білу үшін, немесе ол өзі интернеттен көшіріп ала ма жоқ па соны білу үшін, ең әуелі осылай бұны түгел скопировать етіп антиплагиатқа салып тексеретін боламыз. Антиплагиатты міне дайындап қойдым. Бұны да кез келген антиплагиатқа салып көрсеңіздер болады. Мен өзім antipлагиат.kz, яғни text.ru сайты арқылы үнемі жасаймын. Міне бізде әлі уақыт бар екен. Бізде 280, 281 деген сияқты сандар толық айналып болған кезде, тексеріп болғаннан кейін бізде антиплагиат өзінің қорытындысын көрсетеді. Мен бұл приложениенің сіздерге эсседен басқа қандай дүниелерді жаза алатынын көрсету үшін басқа да тақырыптарды жасағым келіп тұр. Мәселен, біз орыс тілінде эссе на тему Родина деп жазамыз. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай, бұған да мен 250 сөз деп жаздым. Енді маған ChatGPT қалай тез арада әрі әдемі етіп жазып беретінін қараңыздар. Және бұл приложениенің ең үлкен ұтымды жері, өздеріңіз көріп тұрғандай, қазақ тілінде де, орыс тілінде де және ағылшын тілінде де еркін жазып бере алады. Сіз бұл ChatGPT-ға қалай байланыс жасайтын болсаңыз, ол сізге дәл сол тілде жауап қайтарады. Сол үшін бұл сайттың ең үлкен тиімділігі бар екенін көруімізге болады. Міне көріп тұрғанымыздай, отан тақырыбына қазақша керемет мәтін жазып берді. Бұл мәтінді біз әрине қазақ тілінде кейбір қателіктер болғандықтан оны түзетіп жіберуіміз керек. Міне мен мысалы бұл жерде мәтін эсседен бөлек жай ғана нақыл сөздерді де алып қарастырдым. Мінекей нақыл сөз Абай деген кезде Абайдың нақыл сөзі туралы өзінің пікірін айтып жатыр. Бұл дегеніміз мұғалімдерге, студенттерге, жалпы кез келген уақытын үнемдегісі келетін адамдарға ең үлкен көмекші құрал болып саналады. Бұны міндетті түрде қолданып, пайдаланып көрсеңіздер болады. Мінекей Абай Құнанбаев туралы өзінің барлық деректерін толтырып жазып жатыр. Сонымен қатар эссені сіз бағана айтып өткенімдей орыс тілінде де, ағылшын тілінде де жаза аласыздар. Ол жерде қателіктер өте аз болады. Яғни айтып тұрғанымдай, қазақ тілінде кейбір сөздерді орысша немесе басқаша түсініксіздеу етіп қою мүмкін. Мәселен, тағы да мен сіздерге анық көрсету үшін, толығырақ көрсету үшін ұстаздар күніне не істеуге болады, немесе қандай шара ұйымдастыруға болады деген тақырыпта ойланып, өзімнің пікірімді жазып жібердім. Ол маған толықтырып, оған не жасауға болатындығын айтып көрсетіп жатыр. Оны да оқып, сіз өзіңіздің сабағыңызда жүзеге асыруыңызға болады. Сіз кейбір дүниелерді қазақша дұрыс шығара алмаса, орысша оны сұрап, олар орысша жауап берген кезде оны өз сабағыңызға әдіс-тәсілдерді немесе сабақты қалай өткізуге болатындығын осы ChatGPT арқылы сұрап ақылдассаңыз болады. Мінекей ұстаздар күніне қандай шара ұйымдастыруға болатындығына немесе тілекке байланысты өзінің пікірін айтып жатыр. Оны өзіңізде дәл қазір осы видеоны қарап болғаннан кейін Google-ға кіріп қараңыздар. Міне аз уақыт қалыпты. Бұл не үшін маңызды, өйткені эссе, шығарма жазылған кезде міндетті түрде оның көшірілген бе әлде жоқ па ол тексеріледі. Сол үшін сіздерге анықтап көрсету мақсатында әдейі бірден антиплагиатқа салып жатырмын. Міне мен орысша енді что можно подарить на день рождения деп жаздым. Оған қазір ол ойланбастан аз уақыттың аралығында қазір жауап береді. Міне өзіңіз телефоннан оқып көріп тұрғаныңыздай орысша, орыс тілінде жауап беріп, мінеге 1, 2, 3 деген сияқты тізбектеп көрсетіп жатыр. Бұл дегеніміз қазіргі заман талабына сай, керемет приложениялардың бірі болып саналады. Адамның уақытын жеңілдететін ең керемет приложениялар десек артық айтқанымыз емес. Міне
мінекей қорытындысы шыққан екен, 100% болып шықты. Яғни 100% дегеніміз еш жерден көшірілмеген. Видеоны соңына дейін қарасаңыз рахмет, арнаға тіркеліп қойыңыз.